Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен коктейль немесе қазіргі тілмен айтқанда смузи жасаймыз. Сіздер бұл видеоны көрмес бұрын лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің әр басқан лайктарыңыз мені шабыттандырады. Ендеше кеттік. Бірінші смузиға қажетті заттар: банан, алма, қарақат және де сүт. Ал екінші смузиға қажетті заттар: киви, алма, банан және де су. Бірінші біз сүтті коктейлімізді жасап алайық. Ендеше бисмилля. Бірінші біз сүтімізді құямыз. Енді үстінен бананымызды саламыз. Мен жемістердің бәрін алдын ала турап алдым. Енді үстінен алмамызды саламыз. Енді үстінен қарақатымызды қосамыз. Енді қақпағын жабамыз. Енді блендермен араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің смузиіміз дайын. Енді біз екінші коктейль жасаймыз. Бірінші бананымызды, енді алмамызды, енді кивиімізді, енді үстінен суымызды қосамыз. Енді қақпағын жабамыз. Енді араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің смузиіміз дайын болды. Біз оған ешқандай бояу немесе зиянды заттар қосқан жоқпыз, тек қана жемістерден жасалды. Менің рецептім сіздерге ұнаса лайк басып арнама жазылыңыздар, және де осы смузи туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар.